Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сүтсіз, жұмыртқасыз, қарапайым осы қайнап тұрған суда өте жұмсақ пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ал енді кеттік, бастайық. Бізге ең әуелі осындай стакан қажет болады. Барлығын стаканмен өлшеп жасайтын боламыз. Ешқандай таразының қажет жоқ. 1 стакан қант, 1 стакан ұн, барлығын міндетті түрде ұн өткізіп алыңыздар. Ұнды, какаоны, құрғақ заттарды барлығын араластырып аламыз. Ұнды өткізіп алдық. Енді бізге 3 ас қасық какао қажет болады. Оны да ситадан өткізіп аламыз. Өйткені бізде түйіршіктері болуы мүмкін. Сол түйіршіктері болмас үшін осылай міндетті түрде ұн өткізіп алыңыздар. Енді ең соңында 1 шай қасық разрыхителімізді салып, құрғақ заттардың барлығын араластырып аламыз. Барлығын салып, бір түсті болғанша жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді бізге 1 стакан қайнап тұрған су қажет болады. Суды алдын ала қайнатып дайындатып қойыңыздар. Міне 1 стакан су, барлығын стаканмен өлшеп жасап жатырмын. Және де жарым стакан қарапайым сұйық май. Екеуін араластырып аламыз да, енді құрғақ заттарды 2-3 ас қасықтан сала отырып, венчикпен араластырамыз. Ешқандай миксерсіз, таразысыз, өте оңай пирог. Тәтті жегіңіз келіп кеткен кезде дәл осы пирогты жасап көріңіздер. Жылдам әрі қолжетімді бюджетный пирогтардың бірі. Міне құрғақ заттарымыздың барын салып, ешқандай түйіршік қалмайтындай жақсылап біркелкі болғанша осылай араластырып аламыз. Бізде осындай масса пайда болады. Сұйықтығы өте әдемі, жылтыр болып шығады. Міне осы сәтте пештеріңізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Және де 22-24 диаметрлік формаға салып, 180 градуста 30 минут шамасында пісіп шығатын болады. Барлығын бір тегіс етіп пешке жіберетін боламыз. Пештің ыңғайына қарай әркімде әртүрлі 30-35 минут көлемінде пісіп шығады. Піскен піспегенін осындай ағаш таяқшамен тексеріп көрсеңіздер болады. Құрғақ болып шықса, демек біздің пирогымыз дайын деген сөз. Пирогты дәл осылай ұсынсаңыз да болады. Немесе мен сияқты үстіне сгущенка, немесе варенка құйып, үстіне жаңғақ, осылай миндальный слайс сеуіп, әсемдеп берсеңіздер де болады. Қазір сіздердің алдарыңызда кесіп көрсететін боламын. Кескенде білініп тұр, жұмсақ екен. Мен ыстық күйінше кестім, сіздерге көрсету үшін. Суытып барып кессеңіздер де болады. Міне қараңыздар, өте жұмсақ екені көрініп ақ тұр. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Ауыздарыңызға салса еритін, жұмсақ болып шығады. Жоқтан бар жасап, осындай кереметтей тәттілермен отбасыларыңызды қуантыңыздар. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, төменге пікір қалдырып, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған ләззат.